Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгін даярлық тобына керек заттарға обзор жасаймыз. Констоварға. Мынау балалардың жеке іс қағазы, мынандай бала денсаулығы деген паспорт. Мен осы екі затты 500 теңгеге алдым. Міне қараңыздар, осындай заттар керек болады балаларға. Сосын осындай екі ақ бантик алдым. Бұл екі ақ бантикті 500 теңгеге алдым. Осындай құрастырғыш ойыншық сұрады. Мен 44 тігін алдым. Ішінде 44 мың теңге. Ал пластилин 700 теңгеге алдым. Бұл пластилинді ең простойы. Сосын клей 350 теңге бұл клей. Өшіргіш, ең мықты өшіргіш деді, әйтеуір 300 теңге. Сосын мына екі ручканы 70 теңгеден 140 теңгеге алдым. Сызғыш, мына жерінде міне ұстап қоятын жақсы екен, 150 теңге. Ал қайшы, мына қайшыны 300 теңгеге алдым. Сосын қалам, жақсы қалам деді, 100 теңге бұл қалам. Сосын мынандай түрлі түсті қалам, бұны 800 теңгеге алдым. Ішінде 12. Сосын цветная мынандай бумаганы 300 теңгеге алдым. Сосын мынандай обложканы штогі 20 теңгеден екен, оны 200 теңге болды. Ал адаптер, адаптерлер 8, біреуі майда жол, төртеуі майда жол. Ал мына төртеуі математика жол 20 теңгеден 200 теңгеге алдым. 160 теңгеге алдым, 8 бұл. Ал мынандай көк файл сұраған, оны 350 теңгеге алдым. Сосын менің өзімнің проезіммен сол жердегі су пошкендерімді қосқанда 1000 теңгеден 2000 теңге, 8350 теңге жұмсадым осы барлық затқа. Бірақ бұл барлығы емес, тағы көркем жазу деген 1-2 деген бар, және балапан дәптер деген алу керек. Соларды қосқанда барлығына 10 000 теңге осы даярлық тобындағы балаларға жұмсайды екенбіз констоварға. Менің видеом сізге пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Келесі жақсы видеолар күтіңіз.